Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сын есім. Бүгінгі сабақта сендер дара және күрделі сын есімді анықтауды және сипаттау мәтінін құрастыруды үйренесіңдер. Ал ендеше балалар, бүгінгі күнімізге сәттілік тілей отыра, келесі ребусты шешіп алуға ұсыныс білдіремін. Ал назарымызды тақтаға аударайық. Бірінші суретте балалар көл бейнеленген, ал мына суретте кептер. Енді мұқият ойланып, ребусты шешіп көр. Мен саған сенемін. Ал балалар, ребусты шештік деген ойдамын. Бұл ребустың жауабы көліктер екен. Я балалар, сендер де дұрыс таптыңдар деген ойдамын. Ендеше балалар, бүгін біз сендермен көліктердің түрлерімен танысамыз. Көлік адамды бір жерден екінші жерге тасымалдау үшін пайдаланады екен. Ертеде көліктер болмаған кезде адамдар ауыр жүктерін өздері арқаларына салып тасыған екен. Содан кейін үй жануарларын пайдалана бастаған. Мысалы, жылқы мен түйені пайдаланған екен. Оларға арбаны жегіп, ауыр жүктерді солай тасымалдаған екен. Ал қазіргі заманда енді бізде көліктердің әр түрлі түрлері пайда болды. Бүгін біз сендермен көліктердің 3 түрімен танысамыз. Қарай қойыңдар. Бірінші түрі жер көлігі. Жер көлігі не балалар? Машина, автобус, трактор және тағы да басқа жер көліктері жатады. Ал су көліктері бұл жерде қайық, кеме, сүңгуір қайық және тағы да басқа көліктер. Ал және де тағы бір түрі көліктердің ол әуе көліктері. Әуе көліктеріне ұшақ, тікұшақ, әуе шары, зымырандар және тағы да басқа ұшақтар жатады екен. Ал енді балалар, біз бүгін сендермен әуе көліктеріне саяхатқа барамыз. Ол үшін әуе көліктері туралы бейне материалға назарымызды аударайық. Әуе көлігі тікұшақ алыс шалғай көлік жүрмейтін жерлерге әуемен ұшып барады. Әуе көлігіне отырған жолаушылар ұялы телефондарын міндетті түрде өшіру қажет. Себебі пилот жер серігімен байланысқа түскенде сигнал жүйесі істен шығады. Екі қала ортасында тікұшақпен де ұшып баруға болады. Ал балалар, бейнематериалды қарап болсақ, енді келесі мәтінімізбен жұмыс жасайық. Балалар, бірінші тапсырма мәтінді оқы деп берілген. Ендеше мен сендерге мәтінді оқып берейін. Сендер тыңдай қойыңдар. Ал оқимын. Серіктің ағасы ұшқыш, бірақ оның ұшағы шағын. Ол соны ойлап, қиялдап отыр. Ағасы үлкен ұшақты басқарса ғой. Күнде теледидардан көрсететін ұшақтар қандай керемет. Серік, сен не ойлап кеттің? Деді қасына келген ағасы. Аға, сен неге үлкен ұшақпен ұшпайсың? Үлкен ұшақтармен ұшатын ұшқыштар көп. Мен сияқты шағын ұшақпен ұшып, халық шаруашылығына көмектесетін адамдар да керек, деді ағасы. Тамаша балалар, сендер де менімен бірге оқыды деген ойдамын. Ал енді мына сұрақтарға жауап берейікші. Мәтін не туралы? Ал ойланып көр. Дұрыс айтасың. Мәтін ұшқыштар мен ұшақтар туралы екен, е балалар? Бұл жерде Серіктің ағасы ұшқыш екені туралы айтылған екен, е? Ол қандай ұшақпен ұшады екен? Дұрыс айтасыңдар, оның ұшағы өте үлкен емес екен, е балалар? Дұрыс. Ал енді балалар, қарай қойыңдар, сендер ұшқыш болғыларың келеді ме? Әрине, кейбір балалар ұшқыш болғысы келеді, е балалар? Бәрекелді. Ендеше балалар, біз қазір сендермен ұшқыш болу үшін қандай болу керек екенін бейне материалдан тамашалайтын боламыз.
Ал назарымызды бейне материалға аудара қояйық. Дана, не ойлап отырсың? Қараш, аспан қандай әдемі? Иә, жұлдыздар жерден миллиондаған километр қашықтықта орналасқан. Галактикада ғаламшарлар саны миллиондап саналады. Ай, жердің серігі емес пе? Дана, дұрыс айтасың. Ай жерді айналып қозғалады. Алан, ғарышкер ағаларымыз сияқты болу үшін осы мамандықты таңдағым келеді. Ол үшін сабағыңды жақсы оқып, спортпен айналысу керек. Ғарышкерлер ғарышта қалай тамақтанады екен? Онда адам салмақсыздықта болады. Сондықтан олар арнайы дайындалған тамақ жейді. Олардың ғарышта түрлі сынақтар жасайтыны туралы теледидардан естігенмін. Қандай қызық мамандық десеңші? Иә, тамаша. Ғарышкер болуға дайындығыңды бүгіннен баста. Сонымен балалар, ұшқыш болу үшін қандай болу керек екен? Дұрыс айтасыңдар. Сабақты жақсы оқып, батыл, әрі ержүрек болу керек екен, иә балалар? Ендеше, біз сендермен қазір келесі тапсырмамызды орындап көрейік. Бұл жерде балалар сендерге ұшақтың суреті берілген. Ал енді мына жерге қарасақ сендерге қандай деген сұрақ берілген? Ал балалар осы сұраққа сүйене отырып сипаттау мәтінін құрап жазайықшы. Ол үшін төменде берілген керекті сөздерді пайдаланып жазсаңдар болады. Ал керекті сөздерді оқып берейін. Көк аспан, құсқа ұқсас, кең қанатты, тез жеткізеді, қолайлы, ақшыл көк. Ал енді балалар мұқият ойлана отыра сипаттау мәтінін құрап жазып көрейік. Ал іске сәт. Ал балалар, жазып болдыңдар ма? Ендеше бірге тексеріп алайық. Мінеки, мәтін беріліп тұр бізге, иә балалар? Ал тексеріп көрейік. Ұшақ көк аспанда әуелеп ұшады. Ол құсқа ұқсас болып келеді. Оның түсі ақшыл көк. Ұшақтың қанаттары кең болады. Ұшақ жолаушыны тез жеткізеді. Адамдарға қолайлы көлік түрі екен. Бәрекелді балалар, сендер де керекті сөздерді тиімді пайдаланып, осындай сипаттау мәтінін құрастырды деген ойдамын. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, Байқоңыр ғарыш айлағы туралы тереңірек білгілерің келе ме? Ендеше келесі бейне материалымызға назар аударайық. Дана, не оқып отырсың? Алан, Байқоңыр ғарыш айлағын Төретам деп те атайды екен. Ол әлемдегі ең алғашқы және ең үлкен ғарыш айлағы саналады дейді. Иә, Дана, ол Қазақстан Республикасының шөл даласында орналасқан. Алғаш жер серігі де, ғарышкер де әлем бойынша қазақ жерінен Байқоңырдан ғарышқа аттанған болатын. Білемін. Байқоңыр ғарыш айлағынан алғаш рет әлем бойынша ғарышқа жол салған Юрий Гагарин болды. Жарайсың, одан кейін қазақтың атын шығарып, тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров ғарышқа самғады. Осылайша Қазақстан ғарыш орталығына айналды. Не себепті Қызылорда жері ғарыш айлағына айналды? Себебі адамдар тұратын орыннан алыс және жері жазық болғандықтан таңдап алынған. Сонымен қатар, ол жерде зымыран ұшыруға қолайлы. Алан, мен де ғарышқа ұшқым келеді. Ол үшін шыдамдылық танытып, ержүрек, батыл болу керек. Ғарыш жайлы көп мәлімет білу керек. Ал балалар, тағы бір жұмбағымызды шешіп көрейікші. Сен жауабын табасың деген ойдамын. Ал, ендеше кеттік. Адам көтерген көк ала шатыр қалқып келе жатыр. Ал ойлана ғой. Бүгінгі
саяхатқа шыққан көліктің түрін есіне ал. Ал балалар, жұмбағымызды шештік деген ойдамын. Ендеше тексеріп алайық. Жұмбағымыздың жауабы әуе шары екен. Бәрекелді. Әуе шары қандай көліктің түріне жатады? Дұрыс айтасың, әуе көліктеріне жатады екен. Ал балалар, енді осы жұмбағымыздағы сын есімді таптыңдар ма? Ал, ендеше қарайық. Көк ала. Қандай? Көк ала. Бұл сын есім. Сын есімнің ішінде қай түріне жатады? Дұрыс айтасың, күрделі сын есім. Ал дәлелдей ғой, неліктен күрделі сын есім? Себебі бұл жерде екі сын есімнің тіркесуі арқылы жасалып тұр. Бәрекелді, сен де дұрыс жауап бердің деген ойдамын. Ендеше келесі тапсырмамызға көшейік. Балалар, әріптер қатарында жасырынған сын есімдерді тауып оқы. Ал ендеше мұқият бол. Іске сәт. Ал балалар, енді жауабымызды тексеріп алайық. Ал қарай қойыңдар. Көк, әдемі, ірі, ала, лас, ақ, таза, қысқа, сарғыш. Бәрекелді, сен де барлық сын есімді таптың деген ойдамын. Енді бүгінгі сабақ бойынша өзінің қандай жетістікке жеткеніңді жетістік баспалдағы арқылы бағалап шыға ғой. Егер сен сәл қиналып, тапсырмаларда дұрыс орындай алмасан, онда 3-ші баспалдаққа міне ғой. Ал егер сен тапсырмаларды орындап, ережелерді жатқа біліп, сәл қиындықтар туындаса, онда 2-ші баспалдаққа міне ғой. Егер сен бүгінгі сабақта барлық тапсырмаларды дұрыс орындап отырсаң, онда 1-ші баспалдаққа міне ғой. Бәрекелді. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.